ең басты қойылатын сұрақ ол Америкада қанша ақша табуға болады дейді. Ол сенің біліктілігіне байланысты, мамандығына байланысты. Үй тазалайтын болсаң, әйел адамдар, олар өздеріне жұмыс жасауы мүмкін, бірақ біреуге де басында жұмыс жасауы мүмкін. Әртүрлі орта есеппен Қазақстан ақшасымен есептейтін болсақ, 100 мың теңге, 90 мың теңге табуы мүмкін штатқа байланысты. Ер адамдар жүк таситын болса, жүк. Олар да сондай баға көтеру мүмкін, тіпті одан да көп көтеру мүмкін. Тағы да ол штатқа байланысты, жүрген қаласына байланысты деген сияқты. Ағылшын тілін білетін болсаң, кейін бір склад сондай бір жерлерге кірсең, әрине көбірек табуы мүмкін, бірақ айына есептеген уақытта. Бірақ күнде есептесең, жаңағы адамдармен бірдей табасың да. Сонда орта есеппен ақшта айына таза $3000 шығарсаң, ол керемет баға деп есептеледі жалпы СНГ-шниктер үшін. Ал жергілікті халық документі барлар әрине $4000-5000 таза табады деп ойлаймын енді. Бірақ мұнда үй өте қымбат. Ол штаттарға да қарау керек. Кейбір штаттарда үйдің бағасы арзан болғанымен, жұмыстың бағасы да арзан болуы мүмкін. Мінекей осындай.